Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun, үрметлі серчілер. Юақырым телеканалымызда хаберлер, сізлерінің берабер, мен Муслим Умеров. Бүгін бойле вақиялар ақында икея етежекміз. Сизуда 5 ай Қырымлы Ескендер Сулеймановның икеясы. Украинада Евге фильмнің илк көсірівлер. Русияда бұлынған Қырым сияси мәбүслер әджеле хастанеге ятқызылмақ керек. Бұақта инсан ақлары бойынша Юқары Шурасының векілі Людмила Денисованың сөзлеріне сасланған Қырым ақиқаты білдіре. Оның сөзлеріне көре işgal етілген Қырым сияси мәбүслерінден дордының де сағлық вазиеті феналашқан. Ростов велетіндікі СИЗОда тұтылған Джемиль Гафаров преддиали салында олып, әджеле хастанеге ятқызылмақ керек. Ростов велетіндікі СИЗОда тұтылған Сервет Газиевді ичеклер ве тішлерінден раатсыз. Энвер Умеров или Асан Яников ақмежеттікі СИЗОда болуна Людмила Денисова берген мәліматларға көре бұ кеби сағлық проблемлері себебінден сияси мәбүслер дер ал хирургик тедавиге мұқтач. Қатырлатмақ керек ки işgalciler Қырымлыларны Русияде ве işgal етілген Қырымда ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілатында иштирах етуде қабатлана. 5 айдан берлі Қырымлы Ескендер Сулейманов СИЗОда тұтыла. О бұйыл июнь айында Ахмежит живарында незарет алтына алынған еді. Бұнданы вел бұсене март айында оның қардашы Руслан Сулеймановны тұтып алған ділер. О ақында біз дай вел тариф еткен едік. Әр салы күні біздлер Қырым бірдемлігі адлы джемат тәшкілаты или Кремль сияси мәбүслері ақында икея етеміз. Ескендер Сулеймановны насыл етіп ана бабалары бекілгенні невбетекі левқамызда сейір етеміз. Ташлар сатын алынды, рахат яшамақ үшін бізге айры ода құрмаға істеділер. Екі қардаш мұнда яшайлар, пек тез құрдылар ве бізде мұнда яшайық ве тез құрылсын деп достыларыны да чағырдылар. Фақат планларымыз бозылды. Бұл сене июнын онында Русия телекесізлік қадимлері evimizге кердейлер. Пенжере қапыларны сындырмаға башладылар. Ескендер табанда түшелген ерді юқлайды. Боле тұрып, мана ана ратсызланманыз, хорқманыз, бұл мені алмаға келдейлер деп айтты. Біз ақаймен шаштық, бізім яшымызда бұл шейіні екінші кере башындан кешірмек дешет бір шей. Оғлубны алдылар, мен мында отырайдым. Оманы яқынлашып, тізлерімні құчақлады. Ана ратсызланманыз, бұл ваға кечірмек керек олғаныны білесіңіз. Бұл кемет машинасы тоқтатмас. Білесіңіз де қабатымыз жоқ деді. Уйкен оғлымыз Ескендерінің тепкіпінден сон сағлығымыз финалашты. Собаны біле яқып оламаймыз. Чешіт қасталықлар пейда олды. Саба уянып бір шойыны япып оламаймыз. Пек қиын. Бізге балалар келіп ярдым етелер. Одун парлап бізні қышқа азырладылар. Тінтюден evvel Ескендер интернет-техник mühendisi olup çalışaydı. Ama bundan da gari o siyasi mabuslarının ailelerine yardım etiydi. Eskender ailemizin ikinci balası. Son Ruslan ve kızımını doğurdum. Kırımға қайтқан son pek ağır vaziyetke kaldık. Ruslan ve Elzara okumağa isteydi. Mektepne altın medalin bitirdiler. O vakit onlar Ali tahsil almak için elimden kelgen her şeyini yapacağım dep aytaydı. O yağmurda sığır, қар yağında koyunlarını otlataydı. Biçin çalaydı. Ruslan ve Eliza üniversitetini bitirmesi için her şey yapaydı. Sonra onlar evlendiler. Kızım da hayka çıktı. O ise kardeşleri hakkında haykıranda öz ailesini korup olamadı. Азғари пенсия ве айлық кележек сене арта біле. Бұл екінші оқуында Украина Юқары Шурасында Назирлер Шурасы тарафындан берілген бюджет лейхасында планыштырыла. Бұл ақта бүгін Украина баш Назира Алексей Гончарук білдірді. Азғари айлық 500 гривнаға, яни дорт бин 723 гривнаға қадар көтерележектір. Бюджет лүйхасына көре азғари пенсия бин 672 гривнанын тәшкел етежек. Долларының орта көрі сметаға кірсетілмеді, ләкен үкіметінің макро тахминлері көре 1 доллар үшін 27 гривна олажақ екен. Назирдің сөзлеріне көре субсидия үшін паралар мұқтажыларға етежек. Сонки автолар девамында келечек елда пенсия үшін паралар берілмейчегіні ве субсидиялар экселечегіне дайыр малюмат пейда олды. Бұ янлыш. Субсидиялар бойынша біздің мақсадымыз бұ аз темелленген қоранталарының коммуналь ödемлері үшін umuми келерінің 15%-ден зияде бермемек.
Башқа төлевлер ақында баш назерінің сөзлеріне көре Маариф үшін 145 миллиард гривнадан зияде масраф етмеге планлаштырыла. Бұл есе 2019 сененен қияслағанда 23 миллиардан зияде чыға. Милли хавсызлық ве мудафа масрафлары 245 миллиард гривнанын тәшкелеті, сағылық сасы үшін умми масрафларға 113 миллиард гривна айрылмақта. Иштемей төлевлер үшін 293 миллиарддан зияде айрылажақ, елларының тамир ве құрылышына 73 миллиард гривнадан зияде бермеге планлаштыралар. Ишғалчы Қырымда февкуляде вазиетлер назернын башы Александр Еремеевны Русия президенті Путин иштен чықарды. Ферман ноябрьнің 4-інде ұқи малюматлар порталында дер четілді. Путин Еремеевны 2019 сенесі февраль айында тайын еткенеді. Дайвел ой Ишғалчы Қырым МЧС башы вазифесіні вақтын жайда еткенеді. 2009 сенесінден башлап Еремеев Сибирь вилеті мерkezінде янгынларға қаршы девлет қызметі башының муавины вазифесінде чалыша. Қырым-татар олған Нариман Алиевнің фильмі «Евге яни додому» Киевде тақдим етелер. Бүгінгі көстеревге 100-ден зияде инсан келген, сиржилерген көрішмек үшін фильмнің чекім такымы келді. Украинада бұл фильм көстерілжігінден пек мемнуным. Отахменен 130 кинотеатрда көстерілежек. Украина қыталы қысымында Николаев, Херсон, Бердянск ве Мариупольды болынған қырымлылар үшін япылған. Біз сиржилер үшін елінден келген әршейні яптық. Бұл менім үшін ән бұйық севінч. Қырым азат олғанда мұтлаға фильмні Қырымда тақдим етежекміз. Киевден ғайры Евге яда Украин тілінде «Додома» адлы фильмі Львовда нумайыш етілді. Нариман Алиевнің толу метражлы илк тақдим намесі кинопалац адлы кинозалда бір күн өгіне тақдим етілді. Львов Қырым-татар айлесі ақындаки фильм көстерілген илк шердір. Шуны хатырламалы ки Евге яни Додому фильмі Қырым-татар Мустафаның бұйық оғлы атуда елак олғана ақында икееті. Бабасы мефтаны Евге кетіріп, ана ватаны Қырымда дефин етіп, Евге күчік оғлыны қайтармаға істей. Милли прокатларға фильм ноябрьнің 7-сінде чықажақ дүния премьерасы 2019 сенесі майысының 22-сінде Кан халқара кинофестивалінде олып кечті. Анда бұл фильм айры бақыш конкурс программасында иштирак етті. Нариман Алиевнің фильмі Оскар 2009 фестивалінде ичниби тілде ең яқшы фильмі номинациясында Украинаны тақдим еті. Бүгінгі күнге бұл ең мұйым хаберлерді, ярын Украин ве рус тіліндегі хаберлерімізні қачырмаңыз, ве Фейсбуктаки енолықларымызны тақып етмеге ұнытмаңыз. Саулықне қалаңыз.